Чарльз Оливейра да Сильва жеңіл салмақта өнер көрсететін UFC-дің бұрынғы чемпионы. Осы кезге шейін өзінің ашық төбелесімен көптеген жанкүйерлердің жүрегін жаулаған жауынгерлердің бірі. Біз бүгін осы жауынгердің өмірі мен мансабына шолу жасайтын боламыз. Оливейра 1989 жылы Сан-Паулу штатында кедей отбасында дүниеге келген. 7 жасында оған жүрек және ревматикалық қызба диагнозы қойылды. Сондықтан спортпен айналысуына болмайтын еді, бірақ оның ата-анасы мүмкін жағдайы дұрысталар деп оны керісінше спортқа береді. Осылайша Оливейра 12 жасында бразилиялық джиу-джитсу мектебіне барды. Онда жаттықтырушы Роджер Коэльо табысы төмен адамдарға тегін сабақ беретін. Ата-анасы көше тағамдарын сатып, оқу ақысын төлеуге көмектесіп жүрді. Небәрі 2 айдан кейін Чарльз джиу-джитсудан Сан-Паулу чемпион атанды. Алғашқы аралас жекпе-жек мансабын ол 2008 жылы бастады және бір кеште 3 жекпе-жек өткізіп, 3-еуінде жеңді. Мансабының басында 12 жеңіс және 0 жеңілісімен тұрған оған көптеген спорт сарапшылары назар аударды. Кәсіби ұйыммен келісімшартқа отырғаннан кейін ол Даррен Элкинске қарсы дебют жасап, жеңіске жетті және ең жақсы жекпе-жек үшін бонус алды. Сол жылы Эфраин Эскудероны жеңген үшін үздік жауынгер бонусын да алды. Содан кейін Джим Миллерге қарсы өзінің алғашқы жеңілісін тіркеді. Кейініректе Оливейра Дональд Серонеге де нокаутпен ұтылады. Осылайша 2 жеңілісінен кейін Оливейра жеңіл салмаққа ауысуды ұйғарды және бұл жемісін берді. 2012 жылы ол Эрин Уислиді берілуге мәжбүр етті. Осыдан кейінгі бірнеше сәтсіз жекпе-жектерден соң Оливейра 2014 жылы UFC-дің 3 жекпе-жегінде жеңіске жетті. 2011 жылы Оливейраның Ник Линчпен жекпе-жегі түсініксіз аяқталған еді. Сондықтан 2014 жылы реванш болып, Оливейра оны 3-ші раундта қылқындырып тастады. Бұл үшін оған кештің 2 бірдей бонусы берілді. Оның осындай жеңісті сериясы болашақ чемпион Макс Холлоуэйге қарсы жекпе-жектен кейін үзілді және кездесудің басында Оливейра техникалық нокаутқа ұшырайды. Бұдан кейін қатарынан 4 салмақ өлшеуде сәтсіздікке ұшыраған ол 2017 жылы жеңіл салмаққа қайтатынын хабарлайды. 2012 жылы ол өзіне алғашқы жеңілісті берген Джим Миллермен қайта кездесіп, бірінші раундта жеңіске жетті. 2019 жылы Дэвид Тимурды шынтақпен әдемі құлатып және анаконда әдісімен қылқындырып керемет жеңіске жетті. Сол жылы ол Ник Линчпен де 3-ші жекпе-жегін өткізіп, 2-ші раундта нокаутпен жеңіске жетеді. 2021 жылы ол UFC-дің бос тұрған белбеуі үшін 3 дүркін Беллатор чемпионы Майкл Чендлермен кездесу өткізді. Бірінші раундта Чендлер жеңуге жақын болды, бірақ Оливейра 2-ші раундта жиналып, Чендлерді нокаутқа түсіріп, UFC-дің чемпион атанды. 2021 жылы 11 желтоқсанда ол титулын Дастин Пореге қарсы қорғады және Порені 3-ші раундта қылқындырып, берілуге мәжбүр етті. Бұл жеңістен кейін Оливейра 12-ші рет үздік жауынгер бонусын алды. Бұдан кейін Оливейра титулын айбынды Геджиге қарсы қорғады. Бірақ ол салмақ лимитінен 200 грамм асып, шектеу бойынша жеңіске жетсе де белбеу бос қалып, ол тек басты үміткер бола алатын болды. Соққысы жойқын Геджиге қарсы жекпе-жекте Оливейра 2 мәрте құлап тұрды. Бірақ тез есін жинап, оны өзі де құлатты. Содан кейін Оливейра әдеттегідей Геджиді де қылқындырып кешті жеңіспен аяқтады. Бірақ шектеу бойынша белбеу бос қалғандықтан Оливейра келесі үміткермен жекпе-жекті асыға күтті. 2022 жылы Абу-Дабиде UFC-дің белбеуі үшін Махачевке қарсы жекпе-жек өтті. 2-ші раундта дағыстандық Оливейраны нокаутқа түсіріп, сосын қылқындыру әдісімен жеңіске жетті. Жеңіс сериясы осылайша үзілген ол. Бұдан кейін Дариушпен кездесіп, 1-ші раундта жеңді. Бұдан кейін UFC 300 турнирінде Оливейра Арман Царукянмен жекпе-жек өткізіп, 3 раундтың таласты шешімімен армян спортшысына есе жіберді. Бірақ бұл кеште халық 2 жауынгердің күресі мен грэпплингіне толы керемет жекпе-жектің куәсі болды. Жеке өміріне келсек, Оливейраның әйелі Галитадан 2017 жылы туған қызы бар. Оливейра Гуараджа шағын қаласында тұрады және өз халқына көмектесу үшін үнемі қайырымдылықпен айналысып тұрады. Сонымен қатар Оливейра діндар христиан және бұрыннан көзілдірік киеді. Бұл төбелеске әсер етеме деген сұраққа ол былайша жауап береді.
Егер мен көзілдірікті шешсем, менің көзім 50%-ға ғана көретін. Бірақ ол төбелес кезінде мені ешқашан мазалаған емес. Бірақ 2022 жылғы түзету операциясынан кейін оның көздері мінсіз көретін болды. 2024 жылы ол Доминик есімді ұлды болды. Оливейра спорттан тыс аттармен серуендегенді және бәйге спортын жиі тамашалағанды ұнатады. Және соңғы 5 жылда жергілікті жарыстардың барлығын жеңген Нельсон есімді тұлпары бар. Мұндай жылқының бағасы шамамен $35,000 бағаланады. Оливейра өзінің жекпе-жектеріне әрқашан бойтұмарын алып келеді екен. Бұл оған жеңіске жетуге көмектеседі деп сенеді. Қаншалықты байыса да, Оливейра өзі туып өскен жердің қасында тұрады және бұл өзіне ыңғайлы екенін айтады. Және оның бұл ісіне қарсыластарының бірі болған Дастин Порье де көмек беріп, $20,000 аударған екен. Оливейраның керемет грэплингі мен төбелес стилі көптеген адамдарға ұнайды және ол мұны әлі де жасайтыны анық. Бүгінгі шолуымыз осымен тәмам достар.